ауыз қуысыңызды шаюға болады. Болмаса мұрныңызға тұзды суды атыңыз, тұз көп болмасын, шамалы болсын. Сосын ауыз қуысыңызды оливковый май болсын, кокосовый май болсын, аузыңызға 5 минут ұстап, оливковый маслоны ақ көбік болғанша ұстап, тамағыңыз түгіл шайып түкіріп тастаңыз. Бұл сіздің мына кілегей қабатыңыз ауыз қуысындағы соның қорғаныш қасиетін дамытады. Енді тамақтану мәселесі, сіздің тамақтанған кездегі ең сақтайтын мәселе дастарханнан секерді, вареньені, кураганы, медті, тәттілерді алып тастаңыз. Балаларға, келіншектер компот қайнатып беріңіздер, секер қатты көп болмасын. Мына холодильникке сұйық зат сақтамаңыз, шама келгенше. Компот, шұбат енді сәл салқындап ішуге болады. Көп емес салқын затты ішпеңіздер. Мына бадамша бездеріңіздің ісінуінің алдын алыңыз. Сіздің қорғаныш қасиетіңізге көмектесіңіз мына тамақта безге. Оның барлығына салқын затты ішіп ұра беретін болсаңыз, қорғаныш қасиеті төмендеп кетеді. Сондықтан да салқын сусынды холодильникке сақтамаңыздар. Машинаға кондерді қоспаңыздар шама келгенше. Сіз ешқайда қыдырмай, шапқыламай жүретін болсаңыз, бізге олардың қажеті де шамалы. Душқа түсіп келіп кондердің астына ұйықтамаңыздар. Сізге бұл бірден бір маңызды мәселе. Енді тамақтанудан мана сұйық майды алып тастадық, натуральный майды қостық, етті қолдандық, жұмыртқа, ет, сүт тағамдарын, сосын шөп тағамдарын көп қолданыңыздар. Сиыр болып кетпейсіз, ешкі болып кетпейсіз, шама келгенше шөптерді көп қолданыңыз. Себебі шөптер сіздің мына жан бастап жатқан кезде ішектеріңіздің жұмысын жақсартады. Сондықтан ішектің жұмысы жақсартса, сіздің иммунитетіңіз күшті болады. Ол да өзіндік маңызы бар нәрсе. Енді рационға не қосамыз? Омега қосасыз, таңертең D3 ішесіз, кальций ішіңіз, стрессті төмендету үшін магний ішіңіз жатарда, кальций мен магнийді түнде ішесіз. Ішетін сұйықтығыңыз чайлардың құрамына келетін болсақ, ол жерде лимон, чайға қосатын